Сәлем достар, баршаңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге небәрі 3 минутта дайындалатын сүзбелі банан жемісі қосылған десерттің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Болса жерде қосылатын заттардың барлығы сіздің тоңазытқышыңызда бар. Сол үшін де тез жасап көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, рецепті ары қарай қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді салып аламыз. Сүзбеміз міндетті түрде 5-9% болу керек майлылығы. Үстіне қантымызды саламыз, біраз қасық. Бананымызды саламыз. Одан соң сүтімізді құямыз. Енді блендердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Не ұзағымен 2-3 минуттай уақыт алады біркелкі жақсы араластыру үшін. Үй жағдайындағы сүзбені пайдалансаңыз да болады, яғни домашний. Мінекей, осылай өте қою да емес, сұйықтау орташа болып дайын болып шықты. Екіге бөліп, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып аламыз. Мінекей, мен тоңазытқышқа қойып алдым, үстін шоколадпен және қатырылған жемістермен әсемдедім. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет және де тез дайындалады, балапандарыңызға ұнайды.